Сәлеметсіз бе, Айдана? Бүгін бізде менің оқушым 2021 жылғы түлек Айдана Мырзатай. Алдарыңызда отыр. Айдана, өзіңізді таныстырып жүрсеңіз, қай мектепте оқыдыңыз, қай жерде бітірдіңіз 11 сыныпта? Сәлеметсіз бе? Мен оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қаласында номер 11-ші Бауыржан Момышұлы мектебін бітірдім. Алтын белгі немесе үздік аттестат немесе обычный? Негізі алтын белгі болғанмын, бірақ бір жағдайларға байланысты қызылға түсіріп тастады мектеп. Окей. No problem. Окей. Әркімде болып тұрады, бәрі нәрселер. Так, енді біздің Айдана студентіміз, көріп тұрғандарыңыздай, Айданамыз біздің әдемі сондай ашық, жарқын, позитивный, осылай бізге келсіп, түлектермен бөлісем деп өзінің идеясын, өзінің вообще қалай дайындаған тәжірибесін барлығымен бөлісіп келгені вообще алғысым шексіз. Олар, надеюсь, сіздердің де алғыстарыңыз шексіз деп. Қазір өзінің нәтижесімен бәрімен бөлісетін болады. Қалай болған, в общем, ағылшында қалай дайындалғанын барлығын айтып беретін болады. Енді ең бірінші Айдана біздің 36-ға ие болды. Ол өте жақсы нәтижелердің бірі деп ойлаймын, себебі 36-ны алу екінің бірінің қолынан келмейді. Өте керемет результат. То есть 35-тен жоғары болса, уже жақсы результат деп ойлаймын. Өте жақсы. Керемет. Так, ең бірінші Айдана, сіз қалай дайындалдыңыз ағылшында? То есть онлайн курсқа қатыстыңыз, иә? Онлайн курстан басқа бір жаққа бардыңыз ба? Вообще қандай материалдармен дайындалдыңыз? Барлығы жай айтып беретін болсаңыз. Онлайнның артықшылығы, кемшілігі немесе? Шынымды айтсам, мен осы ға тек онлайн ғана дайындалдым. Офлайн курстарға барған жоқпын. Осы сіздің 6 айлық курсыңызға ноябрьден бастап жазылдым, и только сізбен ғана английскийден дайындалдым. Басында мен январскийді 32 алдым. И осы реальный ентіда 36 алдым. Осы мен үйде офлайн курсқа баратындай уақыт болған жоқ, жағдай болған жоқ. Үйде кішкентай балалар бар, соларға қарау керек болды. Онлайн үйде оқыған тиімді болды, дайындалу. Онлайнның тиімді жақтары өте көп, менің ойымша. Кез келген уақытта, түнде болсын, кез келген уақытта өзің телефонды алып, қосып қарай бересің сабақтарында. Ешкім саған кедергі болмайды. Қолың бос кезде, әсіресе үйіңде кішкентай балалар, уақыт аз болған кезде өте тиімді онлайн курс. Английскийді айтатын болсам, мен өзім негізі соңғы рет ағылшын курсына 9 сыныпта бардым, одан кейін мүлде барған жоқпын. Осылай сіздің курсқа келгеннен кейін барып, уже мен январдан бастап результат көре бастадым. Сіздің курс сабақтарыңызды қарап, уже бірінші, екінші рет қарағаннан кейін уже түсінікті болып, тест талдағанда андай дұрыс шыққан сайын өзің күшті болып, келесі сабақты да қараған келе береді. Онлайнда 1 минут шағы бар, андай өзіңді алға жетелеп, оқиым болмайды деп, өзіңді жетелеп жүрмесең, онлайн қасында достарың жоқ, тек өзің болғаннан кейін, андай жалқаулық басады адамды. Сол кезде өзіңді жетелеп, давай мен дайындалым керек, бүгін дайындалмасам, келесі сабақ қалып кетеді деп дайындалмасаң, уже қалып кетеді да. Сондай жағдай менде болды. 1-2 рет сіздің сабағыңыздан қалып қойдым, одан кейін сіз ата-аналар группасын ашып, мама арқылы шыққаннан кейін бастап сабақты қолға алдық. Окей, осыны мойындап отқан қызда ерлік, өте ерлік. Кейде бәрімізде, кімде еріншекті жоқ, айтыңызшы, бәрімізде бар, менде де бар, менде мысалға кейде оқым келмей кетеді, ой, жарайды деп жата салған келеді, бәріміз шаршаймыз, бәріміз адам болғаннан кейін, еще 5 пән болғаннан кейін, енді оны түсінуге болады негізінен. Бағанағы нәрсе күшті кетті, апайымыз, барлығында басында ата-анасын номен алып алғам, и сондықтан да ата-ана деген тоже өте керемет сила ғой, в общем. Сонымен қатар басқа да 1-2 реттен басқа тағы да тастап кеткіңіз келген жағдайлар болған жоқ па одан кейін? Бөлсеңіз бар.
бізде да бір сұраққа жауап бере алмай қалсақ, апай қайтадан соны айналдыра беретін. Соның арқасында біз геронтий, инфинитив деген бүкіл таблицада сөздің бәрін жаттап алдық. 5 рет па, уже бір сұраққа жауап бере алмасаң, уже қайтадан зачет бола бересің. Сол кезде оқығым келмей, ой, тағы да зачетта қалып кеттім ба деп, қайтпаймын деп қорқақ басады. Бірақ соның арқасында көмегі тиді, иә. Молодец, сонда да қатысыңыз ғой, бір не помнишь, қатыспай қалған кездеріңіз есімде жоқ та? Барлығы всегда активно боласыз да, всегда топ сабаққа қатысып, сұрақ қойып, үнемі бірінші камераңызды қосып қойып отырасыз, былай керемет қылып дайындалып, уақытысында кіріп, әлі күнге шейін спикинг клубта да солай уақытында келіп, дайындалып, видеоларды қарап, сөйлеп, в общем, барлығына сөйтіп отырасыз активно всегда. Мне кажется, айта беріңіз. Не айта беріңіз, айтам, айта беріңіз. Сосын сіз апай бізге бір ентіға дайындалып жүрген жоқ, бір топтармен жарысып жүрген сияқты боламыз да, топқа бөлініп, апайдың бізге түсіндіргеннен сендердің бір-бірлеріңе түсіндіргенің дұрыс болады деп біз типа өзімізді мұғалім сияқты ұстап, бір-бірімізге түсіндіретінбіз. Топ басшы сайлап, кәдімгідей лидер болып, солай топқа бөлініп, топтармен жарысып. Да. Сонда, да. Әлі күнге шейін жасып келатсыз ғой спикинг клубта, да? Топтармен жарысу деген өте керемет. Өйткені біреу артта қалып жатса, оны арғы қарай жетелейсіз да. Ол артта қалмайтын болады, сіз де алға қарай жетелей бересіз. В общем, барлық качестволар, керекті нәрселердің барлығы топтық жұмыс, топта өзін көрсете білу, лидерское качество, тіл табыса білу әркіммен, сөзге келе алу, бір шешімге келе алу, бірге жетелеу, бірге өсу, түсіндіру деген сияқты нәрселердің барлығы ертең универде де болсын, болашақта да өмірде де уже үлкен взрослый өмірге қадам бастыңыздар ғой, өте керекті нәрселердің бірі деп ойлаймын. Бір-бірімен жарыса алу, жұмыста да ертең корпоративті компанияларда жұмысқа тұрған кезде бәсекелестік деген, в общем, любой жерде болады. Сондықтан да қазірден бастап оған үйрене білу и төтеп бере алу деген ол тек қана ағылшындағы емес, вообще өмірге қажетті дағдылардың бірі, Айдана. Вот, сол үшін топтық жұмыс деген өте керемет болды деп ойлаймын мен әлі күнге дейін. Мен соны өзім де таңғаламын, қалай балалардың басын бәрін қосып, енді әлі күнге шейін мысалға топтық жұмысты мысалға бір-бірімен ұйымдастырушылық деген қасиеттерді бір-бірінің өмірінде көрмеген нәрсе адамдарды қосып қоясың да, и бір-бірімен керемет тіл табысып кетеді. Әлі күнге шейін мысалға чат бар да бізде бір үйдің балдары деген. Ол атты ғана емес, реально сондай да, мысалға біреуінде көмек керек болып қалса, тест жіберетін болса да, мен түсінбей қалдым дейтін болса да, уже менен бұрын басқа адамдар жауап беріп тастайды ше. Уже керемет да, бір-біріне көмектесу қабілеттеріңіз, вообще керемет ауызбіршіліктеріңіз осылай. Өзімде сондай таңғаламын, осындай студенттерім бар болған бір-біріне всегда ответ беруге, түсіндіруге дайын тұратындар, өте керемет, қол созуға, да? Вот. Өте керемет. Да, енді Айдан, сізге қалай ойлайсыз, әлі мысалы әлі күнге шейін балдар немен дайындаламын, қандай материалдар сіз айтып кеттіңіз, уже дайындалғаныңызды. Кстати, бізде прогресс пейпер деген болатын, ол да тоже мотивация болады. Да. Бізде әсіресе квиз тест болатын, әр сабақтан кейін квиз тапсырып, еще оны апай 1 сағатқа ғана ашып қояды ғой, осы уақытта тапсырмасындар, бұл жауап қоямын деп, еще оның 100 деген результатын ғана жіберуің керек та, оны 6 рет тапсырып 100-ге жеткізесің, еще рейтинг болып, топ 5 болған адамды, топ 3-ге кірген адамды келесі зачеттан босатам деп еще айтып қояды да, бізге оның ішіне кіру үшін тағы жан табасың, по-любому кіре алмайсың, қайтадан зачетқа кіресің сөйтіп. Көп жаңа айтқандай. Бірінші тапсырып қоятындар бар. Сосын бізде нұсқа талдау, мысалы, бізде сабақ болып жатқанмен, басқа новичоктарға нұсқа талдау болып жататында, бізге де соны апай тегін қатыстырып, енді жақындаған сайын күнде нұсқа талдап, ол презентацияларды өзімізге жазатып, оны өзіміз талдап, апай қалай сабақ түсіндіреді, соны өзіміз түсіндіріп. Апай қатал десінші, в общем, бәрін кейде зачетта қалып қойсаңдар, наказание дайын апайда всегда, да? Постоянно наказание дайын. Бірақ үлкен көмек дейді соның бәрін. Қызық болды негізі. Өте жақсы, Айдана сондай ашып, бәрін айтып жатқандар керемет, өте молодец вообще. Өте күшті. Кстати, бізде мысалға, то есть кішкене форматта айтып кетсеңіз де болады, мысалға ең бірінші басында, енді всегда бізде зуммен болады, иә, байқағанбыз, иә, басында да, аяғында да зуммен талқылау, мысалы ең бірінші тақырып түсіндіріледі,
тақырып түсіндіргеннен кейін оны конспект қылып жібересіздер, еще конспектіні асылып жіберетіндер ғой, білесіздер ма? Бірінші мен жіберемін, әрбір конспектте всегда бәсекелестік байқайтын болсаңыздар, ну вообще реально ше, бәсекелестік те бар, ұжымшылдық та бар, бәрі екеуі қосылып кеткен, в общем, екеуінің прям золотая серединасы, керемет. Одан кейін оның конспектін жібересіздер, одан кейін квиз-тест тапсырдыңыздар, естеріңізде бар ма? Квиз-тест бағана айттық қой, жазып тапсырдыңыздар. Одан кейін оны тапсырып болғаннан кейін нұсқаны жібересіңдер, прогресс пейперін жібересің, неше балл алдың, неге сондай балл алдың, неге төмен түсіп қалдың, осы дағы да үшеу істе, екеу істе, дальше көбірек істеуің керек, дальше 40-қа жетпейінше деген сияқты ше. Одан кейін ол бітті, иә. Пятница, суббота күндері, кейде воскресенье, кейде даже понедельникке дейін созылады, зачет болады. Мысалы қараңыз, пятница күні келесіздер, бәрін жасап болдыңыздар, иә, барлық этап 4-4 кейін өттіңіздер, пятница келесіздер де зачет. Ол істемей қалса, субботаға қаласыздар, пересдача. Ол болмаса воскресеньеге, еще прям түнге дейін, я помню, 12-ге дейін ба, даже бірдеңе, білмеймін, әйтеуір отырмыз, апай шашылып кеттік, 3 сағат, 4 сағат зачетта. Еще көздеріңізді жұмып, есіңізде бар ма? Bir сөзді білмей қалсаңдар, көзді ашып қалсаң бітті сен, кінәлі. Синоним, фразалық етістік жаттаған кезде, андай енді жаттамайсың, оның бәрін есінде қалмайды, жаттағанмен ұмытып қаласың да, сөйтіп қолың жасап дәптерден бүйтіп қарап тұрасың, қақтың оған да жол бермейді, көзіңізді жұмып. Екі қолмен. Реально. Бәрін жасатқа қалып сонымен. Да. Өзім үшін жаттайды. Әлі күнге шейін. Ну, зато пайдасы тиеді, иә, Айдана. Сол қиыншылықтардың бәрі, наоборот, маған солай көрінеді, өте жақсы деп. Қиналғандарыңыз өте жақсы болды. Сол кездегі қиыншылықтарыңыз, қазіргі кездегі рахатыңыз. Қазірдегі қиыншылықтарыңыз спикинг клабтағы, райтинг клабта болатын, болашақтағы универдегі рахаттарыңыз. Универдегі вообще болашақтағы, ше, будущем. Так что әрбіріне прям алғысыңыз шексіз болу керек, всегда қиыншылықтарға. Вот, осылай передача болды, солай өтті. Сосын, кстати, тағы да нұсқа талдаумен, мысалы кейбір балдар білмейді да, нұсқа талдауды көре береді, ютубты ашып қояды да, көре береді, әр нәрсені көре береді, білмеймін, дұрыс па, дұрыс емес па, білмейді да, ақпараттың дұрыс емес екенін, алады да көре береді, әр нәрсені, әрбір ақпаратты алып көре береді. Сізге қалай әрбір нәрсені көре берген дұрыс па, әлде бір жүйелі нәрсені тақырыптарды, мысалға, ең басында қазір 10-шы сыныптар білмейді, мысалы, қандай тақырыптан бастап дайындаламын, алып қалып, мысалға, любой тақырыпты ортасына түседі да, пассив войсқа түсе салуы мүмкін. Оттатта анау indirect direct speechке или герундий мен комплекс объекттің айырмашылығын білмейді, иә, мысалға, анау герундий мен там participle one айырмашылығын білмейді, тупо былай түсе салады да, былай алады да, қайға түстім, тесет теген түрмесе бұтақа деп айтса ала салады да. Қалай осылай дайындаған дұрыс па, әлде бір жүйемен, то есть структурны бір-бірінің айырмашылығын айтып, мысалға, continuous өтетін кезде, continuous пен қылса, ING-лары бар нәрселер, мысалы, герундий, continuous, participle one, олар жеке өтіп, плюс қосып, осылай жүйелі өткен дұрыс деп ойлайсыз ба? Лучше кейбіреулер ойлайды, лучше давайте тегін ютубта каналдар көп, иә, көп дегенде қазақша қатты көп емес, әрине, бірнешелер бар, ашып дайындала салайық лучше тегін, сосын барып, давай бірінші партiciple бірді көрейін, сосын анау indirect speech көре саламын. Бір-бірімен дым балансы жоқ, тақырып татпай. Чүп-чүп десе салуы мүмкін, да? Соған ойыңыз қалай сіздің, Айдана? Менде де ондай ой болған, басында ютубтан қарап, осы 10 сынып бітіргеннен кейін вообще дұрыс емес ол. Сол жерде қарадың, сол жерде қалып кетеді уже. Бір тақырыппен бір тақырыпты байланыстырып өтпегеннен кейін ол есінде қалмайды да. Әсіресе английскийде дайындалған кезде, мысалы, пассив войсты түсінбесең, комплекс объект сабжекті түсінбесін деген сияқты да, сөйтіп бір-бірімен байланысты олар. Сондықтан тек қана басынан бастап, жайден бастап, бір жүйемен тақырып бойынша, мысалы, бірінші 12 шақ бар ғой, солардан бастап өтіп, оларды білмесең, ана комплекс объект сабжект дегендер, пассив войс дегендер білем деп ойламай қой. Мысалы, сен 12 теністі білмей тұрып, пассив войсты қалай өтесің 12 шақты білмей тұрып та, бірінші басынан бастап, қай жерден басталады, жайлап бір структура бойынша, жүйелеген жоспар бойынша үйренген дұрыс. Ол уақытқа да тиімді да, былай айтқан кезде. И миыңа да көп салмақ түспейді. Ананы түсінгеннен кейін, ана тақырып уже саған кішкене түсінікті болып тұрады. Ал егер ананы білмей тұрып, келесі тақырыпқа аттап кетіп, уже тест талдаған кезде, сен оны түсінбейсің вообще. Нұсқа талдауды көрген бөлек, оны өзің түсініп, тақырыпты түсініп барып шешкен, ол мүлдем бөлек. Иә.
бірінші түсінген бойынша тақырыпты дұрыстап түсініп алу керек, қорытып и ана структураны ше, мысалы ар жерден бір ғана емес, структураны жүйелі түрде бір қарап аласың, бәрін түсініп аласың, одан кейін барып жайменде бұл нұсқа талдауға көшкен дұрыс та, бірақ кейбір кезде одновременно жасап тұруға болады, чтобы бағанағы нәрсе қорытылуы үшін, былайша мысалға 12 станциясын шақты өттің, нұсқада қалай келеді, соны өшесің, пассив өтетін, нұсқадамен талдайсың, соны өттің, мынаны істейсің, бүйтіп өтесің, былай, әрқайсысын мысалға керекті жүйелі түрде, мысалы керекті тесттарды да орындайсың, при этом нұсқаны да орындайсың, и при этом тақырыптарды бірінші түсінген 100% дұрыс. Өйткені сізде ағылшында, кстати, слив деген нәрселер басқа пәндерден қарағанда, шын айту керек, аз болды. И оны еще оның келу жиілігі де тоже аз, потому что сөздер көп ағылшында, айту керек. Грамматика бірақ сұрақтар миллион. Тіл болғаннан кейін ол сұрақтар қандай түрлері бар да, оны білгенше лучше, бір сұрақты жаттап алғанша, ол сізге келу ықтималдығы өте төмен да. Ол бір сұрақты кейбіреулер жаттап алу мүмкін. Мынаған мынандай кепті, комплекс объект десе, ана жерде ананы белгілеу керек, ана жердегі ана етістікті жаттап алады да, бірақ оны дәл сол етістікті бермеуі мүмкін да сізге. Дәл сол етістікті бермеуі мүмкін. То есть ол үшін прям реально тақырыпты түсіну керек. Оны жаттап алсаңыз да слифтің, кейбір адамдар мысалы 10 сыныпта білмейді да қазір, мынандай слифтің видеоларын сатамыз десем, соған жүгіріп кете салады. Мынандайдан видео сатамыз десем, жүгіріп кете салады. Мынаны видео сатамыз десем, жүгіріп кете салады да, бәрі білмейді да, өйткені кейбір тупы материалдардың өзін кейбір оқушылар 3-4 мыңға, 5 мың теңге, одан да жоғарыға тупы бір кітапты немесе кітапты тупы деп тұрған жоқпын, просто материалды сатып алады да, бірақ қалай жүйелілігін білмейді да оны. Түсіндірсіз ба? Оқушы алады да, неден бастайтынын білмейді. Оны қадағалайтын адам жоқ, оны тапсыратын. Ең бірінші былай оқи берсең, ладно, оқыған жақсы, бірақ оған тест тапсырып, түсіндің ба, түсінбедің ба, белгісіз ғой. Сол ғой, қараңыз, өзіңізге қазір кітап беріп қойшы, оны түсіндіңіз ба, кімге айтасыз, 10 сыныпсыз, басқа пәндерде бар ағылшыннан басқа, оны мойындау керек. Ол еще қараңыз, олай бір-ақ адам болып жүре беретін болса, конечно, дисциплинасы мықты адамдар бар шығар, бірақ ол мыңнан бір шығар, көп айта алмаймын, даже өзімізде ондай керемет емес дисциплина, честно. Максимум бір ай дайындалып шығарсың өзің. YouTube-да видеоға алып, еще жүйесіз түрде ше, не бар солай. И одан кейін мысалға уже дальше солай кетпейді. 100%, да? То есть қайсы тақырыптың дайындалатынын білмейсің, қиналып кетесің да, уже сен қадағалайтын адам жоқ, тест тапсырайын сен білмейсің, может сен дұрыс түсінесің ба, дұрыс емес түсінесің ба, әр жақта бір алғаннан кейін ол вообще түсініксіз болып кетеді. Партипл бір аласың, ана жақта индекс спич аласың, ойбай деп отырған қаласың да, формуласын білесің, материалда дайын материалда. В общем, солай балдар қателесіп кетеді да, өзі түсінбейді. В общем, айтып тұрғанда, сол үшін солайға болмас үшін дұрыстап жүйелі түрде білім беретін адамдар көбейеді. Орта табу керек, орта табу керек, өте адам табу керек, сондай өзіне жағатын, өзіне ұнайтын мұғалімді таңдап, соның, мне кажется, курсына жақсы курс болса, конечно, қатысу керек деп ойлаймын. Чем реально өзімен өзі жүріп келгенше, лучше сәл-пәл ақшасын кетіп жатып градқа түсетін болса, мысалға бір оқудың орнына орташа есеппен санағанда 1 миллион теңге, да? 4 жылда мысалға 4 миллион теңге ақшасы кетеді. Ал қазіргі кезде мысалға дұрыстап курсқа барып балдарын өсіретін болса, жүйелі түрде, да? Ұмытпайтындай тақырыпты түсінген нәрсе көп уақытқа барады да. Просто жаттап алынған, әрбір нәрседен бір алынған нәрсе ол уақытша білім, иә? Солай. То есть ол бір айдан кейін қалып қою мүмкін, бір аптадан кейін қайтадан сұрашы, оны түсінбейсің. Қайтадан сұрашы, оны түсінбейсің, да? В общем, мынандай, в общем, мы как будто кашамен араластырып жатқан сияқты болып кетеді. Вот, солай ойлаймын мен, 4 миллион деген қайда жатқан ақша да, вообще. Соны қазірден бастап, оның шешу жолы, это дұрыс мұғалімдерге бару, дұрыстап көру, сізге подходы ұнай ма, да. Қазірден бастап, сосын тек қана бару ғана емес, все, мен курс сатып алдым, мен 45 балл алдым, все емес. Оны алғаннан кейін, оның дисциплинасы айтқан тыңдап қарау керек. Барынша ше, енді өзің бір екі сабақ қалдырып кетсең, уже келесі сабақты уже қарағың келмейді да, бір екі сабақ қалдырып кетесің. Қалдырмау керек. Қалдырмай уақытында кіру керек. Дұрыс айтасыз, дәл солай. Вот, енді Айдана барлығын почти айтып жатырмыз, әлі айтып жатырмыз. Енді, кстати, енді менде балаларға деген өте керемет нәрсе бар. Ұйымдастырылған, сонымен бөлісіп кететін болсам, білесіздер, курс ұйымдастырылым, и алдағы уақытта тоже сондай
10-шы сыныптарға, яғни биыл 11-ші сыныптарға аяқ басып жатқан, сіздер уже университетке барасыздар, иә, түлекшілер. 11-ші сыныптарға арналған мен такой өзімнің методикам, техникам бойынша сіздер білесіз, даже 1 сағаттың ішінде 35 плюс ал деген. Есіңізде бар ғой. Дәл сол нәрсенің техникасымен, бірақ тек негізгі тақырыптар емес, ол жақта примерно қателеспесем 10 шақты тақырыптар түсіндірілген. Bir видеоның ішінде ше. Қаншама қаралымдар, қаншама керемет сөздер, танымайтын адамдардың өте керемет 35 плюс алдым прикинь деп бір видеоны көріп деген. Сондай нәрселер кетіп жатыр да, енді өте керемет. ютубтағы тегін видеоларыңызды көріп ақ уже 35 плюс алып жатыр. Да. Ал егер де қараңыз, ол деген тек қана бір ғана видео, енді бірнеше видеоны, скажем так, да, просто айта салайық, да. Ал енді ол примерно айтқанда 2-3 сағатын кетірді видеоға. Есептесек, егер де сіз қараңыз, менде мынандай нәрсе бар да, бір жылдық емес, 2 айлық. То есть егер де адам просто YouTube тегін каналды көріп жоғары балл алып жатса, міндетті түрде 2 айлық курста міндетті түрде жоғары алады деп. Өйткені біріншіден біз тек қана тақырып қана түсінбей, оны бағанада айтқанда сіздер сияқты квизбен өтеміз, одан кейін нұсқамен өтеміз, ол нәрсені, одан кейін пятница, суббота, одан қалса, қалып қоятын болса, пересдача, тағы да зачет, ата-анасына хабарласу, қадағалау деген нәрселердің барлығы жүзеге асатын болады. Вот, енді сол курстағы балалар егер білгісі келсе, конечно, оны бөлісуге дайынмын, себебі мен міндетті түрде өзімнің нәтижеге жеткізетініме 100% сенімдімін. Өйткені осы уақытқа дейін қаншама адамдар, қаншама студенттер реально прогресске жетті. Даже студенттер болмағанның өзінде YouTube каналды просто қараған адамдардың өзі сондай прогресске жетіп жатқанда, мен студенттерім туралы мүлдем айтпай қояйын да, уже реально. Енді осы туралы білгілеріңіз келсе айтып кетсем. Ой, кстати, достар. Кстати, одан бөлек 4-5 айлық курстардан бөлек, айлық курстардан бөлек, мына жерде просто тупо 10 күндік, айлық деп 10 күндік и плюс 5 күндік, 5-10 күндік курстардан жетістіктері. Көріп тұрғандарыңыздай, в общем, 19-дан 38-ге дейін почти 2 есе, да? Или почти 2 есе, почти емес тағы 2 есе. Мына жерде 17-ден 28-ге дейін 11 балл. Мына жерде 12 балдан 28-ге балға дейін 5 күнде күш тапай, 5 күнде. Вот 5 күнде 19-дан 38. Вот видите, просто реально, плюс 10 балл қостым дейді. Қай жерден екен не помню. Қайдан? Что-то көрінбей жатыр маған. В общем, плюс 10 баллда қостым дейді. Тоже бір курстан, наверное. В общем, мына жерде 13-ден 25-ге дейінгі, реально, мына қантатқа кажется, да? 8-ден 33-ге дейін балл. Мына жерде 32 алдым дейді. Неше, 20-дан 32-ге бір айда 12 балл. Көрдіңіздер ме? Так, мына жерде тоже. YouTube-тағы просто видеоны қарап, 20-дан аспайтын 32 алдым дейді. Бірақ одан кейін бұл курсқа жазылды маған. Одан кейін жалған точно білмеймін, хабарласпадық. Так, одан кейін, так, в общем, айта берсек реально ше, мына жерде таусылмайды. Даже мен осыларды скриншоттауға ерініп кеттім соңында ше, реально. Өте көп да, мынандай алдым, апай күшті алдым, бүйттім, сөйттім. Сіз айтқаныңыз бөлек, біздің YouTube-тан да просто YouTube-тан қарап, осылай алдым деген, уже реально ше, уже ерініп кетесің. Аудио көп болған сайын, прям түсіруге скриншоттауға ерінесің ше. Потому что память толып кеткен уже, реально память заполненный деп солай всегда кетіп тұрады. Уже орын жоқ бұндай нәрсеге жіберуге. Қабыл просто сақтап қоюға. Енді дәл осындай курста, бағана айтып жатқан айттым ғой, 2 айлық курста, бір жылдағы нәрсені, өтетін нәрсені айдан сияқты 4 айда, 5 айда емес, одан да жатты версиясы и оңай 3-6 тақырып өтіледі, бірақ бір-біріне ұқсайтын, оңай түсіндірілген барлығы. Кстати, басқа бір ерекшелігі, то, что мысалға видеоматериалдардың көбісі айдана байқайсыз, даже 2 минуттың ішінде бір тақырып түсіндірілген. Соның ішінде бірақ максимум аласың. Реально қосасың, барлық нәрсе бар. Лайфхактар. Кілең лайфхактар. Реально ше, максимум бір 20-30 шығар, 30 минут шығар. Нұсқада 40 минут болады шығар енді, бірақ негізгі тақырыптар максимум бір 25 сондай аудио минуттар. Прям нұсқа и қысқа, в общем, барлығы түсіндірілген. Сондай нәрселермен, мысалға, аптасына 3-6 тақырып өте аласыз. 2 айдың ішінде бағана айтылған бір жылдағы материалдардың барлығы 2 айда қамтылған. Мысалға, бір жылда бір аптасына бірақ тақырып өтетін болсаңыз, бұл жерде 3-6 тақырыптар по среднему, да, и плюс бір-біріне жүйеленген тақырыптар, ұқсайтын тақырыптар. Мысалға, то есть, мысалға айтатын болсақ,
passive voice пен participle to ұқсайды, subjunctive mood, subjunctive mood, то есть complex subject. Үшеуі мысалы бір-біріне ұқсайды да, үшеуін бірге өту керек. Сол сияқты нәрселерді бірге жиынтығымен, и потом айырмашылықтары, и плюс ұқсастықтары, и негізгі лайфхактары. Солай ше, самый. Осылай. Вообще супер. В общем, супер. Осындай түрде, осындай түрде барлығы жинақталған. Всего, қараңыз, сентябрь и октябрь, то есть сентябрь мен октябрьде, егер де реально көзбен, статистикамен қарайтын болсақ, сандармен, 2 айдың ішінде это 9 апта, примерно, 8,5-9 апта. 9 аптаның ішінде реально керемет структурно бір жылда өтетін тақырыпты 9 аптада оңай, easy, лайфхактармен, тест талдау, зачет талдау, қадағалау, в общем, бәрі бар. Группамен аралас, ұжымшылдық, топшылдық, бәсекелестік. В общем, барлығы бар нәрсенің барлығына сіз 2 айдың ішінде жеткізе аласыз, реально. Енді бұл ішінде не кіреді деп айтатын болсақ, тағы да әлі түсінбей жатқандарға жазуымен түрмен көрсететін болсақ, онда 40-тан астам материалды тақырыптар барлығы енді келетін. Тақырып талдау, айттық, бірінші тақырып талдаймыз, тест талдау, зачет, нұсқа тапсыру, в общем, барлық нәрсе. Не керек? Максимум 100% бір тақырыпты балл алуға жеткізетін нәрселердің барлығы қамтылатын болады. И при этом, айттық қой, әрбір апта туралы қарастыратын болсақ, мысалға, даже күнмен, ретімен жасап қойдық. Қай күнде не? Әрбір апта, әрбір күн оқисыз почти. Воскресенье демалсаңыз болады, это өзіңіздің күніңіз. Воскресенье ол теспейміз. Қараңыз, енді понедельник, вторник. Понедельник, вторник тақырыппен конспект жіберуге. Бана Айданалар, помните, Айдана прям реально асығып, бір-біріңізден жарысып жіберетін едіңіз жоқ группаға. Группаға жібереміз, себебі біреу жіберіп жатқан кезде, мен деген жібермей қалдым. Анау тақырыпта жүрмін, мына тақырыпта жүрмін деп сразу жібересіздер, ойбай, мен бірінші болуым керек деген сияқты. Сол кезде прям реально бәсекелестік туындайды. Группаға жібересіздер, тақырыпты түсінесіздер де, тақырып қараса, одан кейін прям әдемірек жазу керек, әдемірек көрсету керек, басқаша бір креативность болу керек, на формуланы жазған кезде деп өзіңіз креативность ойланып кетеді даже, ананы көріп жатқан кезде ше, анау деген андай қылып жасаған екен, давай бүйтіп жазайын деген сияқты ше. Диаграмма не істеп кетеміз ғой. Формуласын, диаграмма, таблица, неше түрлі суреттер көргенмін, прям күшті болған. Вот сондай ретінде әркімнің креативность әртүрлі. Еще жарысу, бәсекелестік, вообще барлығы бар. Тақырыппен конспект жіберіңіз, понедельник, например, скажем, 6 тақырып дейтін болсақ, 3 тақырып былай, да? То есть 6 тақырып, 3 тақырыптан плюс конспект жіберуге, примерно 3 тақырыптың өзі примерно 40 минутта, потому что менде сжатый и нақты түсіндірілген. И вот, примерно 20 минуттық конспект есептесек, 1 сағат, вторникта дәл сондай, 3 тақырып, и бір сағат, прикиньте, 24 сағаттың 1 сағаты. 8 сағат ұйқыға, 8 сағат сабаққа дейтін болсақ, мектепке. 16-тан 1 сағаты, примерно. Вот, вообще. Так, енді среда күні осы тақырыпта өткен нәрселердің барлығын тақырып бойынша тест тапсырасыздар. То есть, бағана квиз тесттер, и потом қайсысын түсінбей қалды квиз тесттер, соны аласыздар да, и қайтадан жазып аласыздар. Мына тақырып түсінбей қалдым. Неге осыны 100 балл алғанға дейін тапсырасыз, и помните, сіздер квиз тапсырып болғаннан кейін, мысалы, бір сабақ түсінбей қалдым ба, соны обратно дәптерге жазатын едіңіз ғой. Ең басында, мысалы, 50% алып қалатын болсаң, дальше қалған, мысалға, 20 сұрақтың 10 сұрағын қайтадан қолмен жазасыздар, оны қайтадан соны ауызша тапсырасыздар. Вот, помните? Зачетті өтпей қалсыңдар, квизді сендер жасайсыңдар, өздеріңіз соны қарастырып. 50 тест даже одан соң. Әрбір бір минус сайын 10 сұрақтан болды, ол кезде. Әр кезде әртүрлі. В общем, сен қай тақырыптан қиналасың, сол тақырыпқа беріп қояды да, мысалы, артиклдар 50 квиз істеймін дегенше уже мастер боласың ғой артиклде. Сол тақырыпты, в общем, мастер адам боласың, эксперт боласың сол тақырып бойынша, өзіңіз денесін, өзіңіз сұрақтардың жауаптарын да білуің керек қой өзің. Сол үшін, мысалға, кейбіреулер сұрақтардың жауаптарын білмесе, мені сұрайды, апай, мынаның жауабы дұрыс па, осындай бола ма? Сол кезде өзі сұрау арқылы, осындай жерден қате кеткен екенмін ғой, значит, осы тақырып бойынша деген сияқты уже. Реально ше, түсінетін боласыздар, қателіктеріңізді өзіңіздің. Бір жағынан наказание, екінші жағынан қателік түсесіз. Сол нәрседен эксперт боласыз, реально. Одан кейін четверг күні мысалға нұсқа талдау. Нұсқа жіберетін боламын, мысалға бір нұсқаны жібердім. Соны сіздерге жібересіздер, потом жауабын жіберем, потом мысалға, скажем, 30 балл алсаңыз, 15 балл қайда деген сияқты. Сол 15 баллмен жұмыс жасайтын боласыз. Қай жерінен түсініксіз, солармен жұмыс жасайтын боламыз, әрбір қателіктеріңіз бойынша. И прогресс пейпер деген болады, бағанағы неше балл алдыңыз, неге төмен түсіп кеттіңіз, неге жоғары болып кеттіңіз, неге бүйттіңіз, неге сөйттіңіз деген сол тоже қадағаланады. И оның бәрін жасап болдыңыз, скажем, да, тақырыпты күшті қамтыңыз, нұсқамен бекіттіңіз, енді
енді ауызша бекітесіз соны. Жазбаша жаздыңыз, тест жасадыңыз, енді ауызша бекітетін боласыз. Пятница жазып тұра қалсаңыз, субботадан тағы пересдача болса, воскресенье. В общем, құтылмайсыз. Осы айтылған 6 тақырыпта 6 тақырыпты 100% білмейінше, в общем, қайтадан тапсырасыз ғой, в общем. Ну, қайта да. Енді 3 күн тапсырамасаңыз, содан кейін наказание реально. Онлайн еще наказание, да? Онлайн болса да қалай сіздерді, я в шоке, реально ше. Онлайн болса да мен сіздерді қалай қадағаладым деген өзім әлі күнге шейін өзім таңғаламын. Әлі күнге шейін біргесіздер, да? Мысалға спикинг клубта болса да әлі оқисыздар, олай лақтырып кету деген нәрсе жоқ. Қалай сіздер әлі күнге дейін еще в будущем бірге боласыздар, райтинг клуб болсын, басқа да клубтар болсын ше, точно 100% уверенмін, да, сіздер міндетті түрде бірге болатындарыңызға. И әлі күнге шейін мысалға сен жаз деп былай ұрыспасам да, уже сіздер уже реально қалыптасып кеткен, да, уже дисциплина, бәр нәрсе ше, өте қуаныштымын. Осындай нәрсе 100% уақыт өте келе сіздерде қалыптасатын болады. Айттым ғой, күннен мысалға 1 сағаттан уақытыңыз кетеді, максимум 2 сағат, өзіңіз артығымен оқимыз, конечно, өзіңіз де білесіз. Бірақ по среднему кететін уақыт ол 1 сағат. Қараңыз, 8 сағат ұйқыға, 8 сағатына 16 сағатыңыз кетіп болса, 24 қалған неше сағат, 16-24 сағат, қалған 8-дің 1 сағаты ғана ағылшынға кететін болады. Дальше сіз басқа сабақта қатысатын болсаңыз да, басқа сабақта өзіңіз оқимын десеңіз, өзіңіз білесіз, қайда қатысам дейсіз, қайда не істеймін дейсіз, басқа сабақтар. В общем, оларды одновременно алып жүре аласыз. Тек қана ағылшын емес, любой нәрсені бірге алып жүре аласыз, 100%. Прям уақытына шейін белгіленіп қойды, неше сағат өтетінге дейін. Кстати, сосын барып ойлап қалуым мүмкін, балдар. Мысалы 2 ай ғана қатыстым, и дальше қайда? Дальше ұмытылып қалады деген сияқты. Мықты өттік, қатыстыңыз, бәрін түсіндіңіз. Түсінген нәрсе, ол міндетті түрде всегда есте қалады. Всегда болмаса да бір 4-5 ай есте қалады. Одан кейін сізге обратно, енді тапсыратын алдында где-то, марттан былай қарай, қайтадан көру керек, қайтадан жасайтын. Еще плюс тағы да марафондар, немесе бір айлық курстар ұйымдастыру мүмкін. Соларға қатыссаңыздар болады. То есть обратно сіздер өткен нәрсені просто қайталау ретінде. И оған міндетті түрде осы курсқа қатысқан адамдарға жеңілдік болады 100%. То есть всегда. Ол үшін всегда жақсы оқу керек. Ол мотивация, да, мысалға айданаларда спикинг клубтан жақсы топ болатын болса, райтинг клубқа тоже скидка, мықты скидка деген сияқты солай күшті мотивациялар, в общем. Сіздерге дальше мотивация, в общем, алдағы уақытта қатысатын болсаңыз, то есть осыларға қатысатын болсаңыз, дальше жақсы оқитын болсаңыз, сізге тоже мықты скидка болады. Келесі болатын курстар. Не только ОБТ-дан дайынға, сізге спикинг клуб деген жазда надеюсь ұйымдастырылады. Райтинг клуб, неше түрлі клубтар, просто бастамасы ғана әлде де идея деген былай қарай, менде былай. Солардың барлығын бірге жүзеге асыратын боламыз, міндетті түрде. Так, сонымен қатар прогрессті қалай көреміз деп ойлауымыз мүмкін. Ең басында келдіңіз, біріншісіне келдіңіз, примерно 1-ге дейін нұсқа тапсырасыз. Одан кейін соңғы нұсқа тапсырасыз. Скажем, 15 болды басында, 35 болсын, 40, даже 35-ті просто обычный видеоны қарап отқанымдар алатын болса, сіз міндетті түрде 35 плюс аласыз, это 100%. Одан кейін оның аралығында нұсқа тапсыратын боласыз. То есть, каждый, жаңа көрсеттім ғой, әрбір көріп тұрсады 4 күн сайын нұсқа. Өзі аралықта әрбір, мысалы, 9 апта дайындаламыз етіп па, 9 апта 9 нұсқа, плюс ең бірінші нұсқа, тағы нұсқа, соңғы нұсқа, 11 нұсқа, плюс сізге дополнительно 4 тағы да бос уақытыңыз жасайтын, дополнительно 4 емес, одан да көп нұсқа жасайтын боласыздар. В общем, барлығымен бекітетін боласыздар. Енді қатысу үшін не істеу керек деп сұрақ туындайсыз, яғни всегда топ ең бастапқы жазылған адамдардың қатарында болу керек. Жеңілдік алу үшін тек бастапқы 10 адамға ғана жеңілдік бар, бізде ұйымдастырылған. Мына бізде менің номерім Жасая, если что, атын тағы не алсаңыздар, кстати, өзім таныстырған жоқпын ғой, ең бастапқы, так, негізі басы 30 000 теңге, бастапқы 10 адамға 25 000 теңге. Егер де қазір менде ақша жоқ деп жатсаңыздар, просто бронь жасасаңыз болады, 10 000 теңгеге. И дальше қалғандарын сізге келісетін болады, қай уақытқа дейін жүріп, сосын жазасыздар, короче, 1000 теңгені несін жібересіздер, короче, маған қалай квитанциясын, сосын сізге қалған қай уақытта төлеуге дейін болатынын айтамыз. И айтамын, то есть. Потом, мысалға, 25 000 теңге жаздыңыз, скажем, он топ, айтайық, күшті, оптимистично қарайтын болсақ, 10 адамның қатарында болдыңыз, 25 000 теңге төледіңіз, сосын 2 ай оқисыз. Bir айдағы бағасыңыз, ол 2 айға 25 000 теңге. И плюс, егер де сіз бүкіл сабаққа қатысып, бүкіл зачетті жақсы тапсыратын болсаңыз, уақытысында кіретін болсаңыз, и орындап жүретін болсаңыз тапсырманы, айдана сияқты, басқа да оқушылар сияқты, онда сізге обратно, знаете, как мотивация, да, тупо
аламыз да 5 мың теңге қайтарамыз. Значит, сіз как будто 20 мың теңгеге 2 ай оқығансыз. И плюс қанша балға ие болдыңыз. Bir жылда игеретін нәрселердің бәрін 2 айда үйрендіңіз. Уақытыңыз да үнем, ақшаңыз да үнем. Да бір жылдық курста қымбатырақ болған жазылған, иә. Бәрі, в общем, үнем, барлығы жүйелі, еще плюс мотивация сізге қайтадан ақшаны қайтарып алу, басқа да курстарға қатысу, ну, то есть, менің басқа да курстарыма қатысу, да, алдағы уақытта болатын, в общем, жеңілдікпен бәрін нәрсеге қатысу. И плюс, конечно, жоғары балл алу. Дос, ну, то есть, дос табамын деп қиналмайсыз. В общем, барлық зәріне бәсекелестікте, достықта бәрі бар бізде. Ол жағына 100% сенім. Кстати, тағы да бір айтып кететін нәрсе, мысалға менде спикинг клубта 30 адам дедім ғой, 30 адамнан да дәл қабылдаған жоқпыз, дәл сол сияқты мына жерде 40 адам. Всего так 40 адам. Дальше менде и энергия жоқ, мен барлығынша барлық адамдарға, то есть не на количество, да, санға емес, сапаға. Главное, осы 40 түлекті мықты қылып бітіруім керек. Түсіндіңіздер ғой? Прям топовый балл алатындай. Сол үшін осы адамдардың қатарында 10 адамға болуға тырысыңыз. Всегда емес, қазір дәл қазір сұрасаңыз болады, орын бар ма деп осы номер арқылы. Сосын сізге жауап беретін боламын. 40 адамнан кейін дальше қабылдамайды. Сондықтан да барынша мықты курсқа қатысады деп ойлаймын сіздерді. Барлығын жүйесін бәрін сізге түсіндірдім. Вот сіздерге не только 5 мың теңге сізге мотивация болады, обратно қайтарып алу үшін всего 20 мың теңге 2 айда, 1 жылда өтетін нәрсені 2 айда ақша да уақытта үнемді болады, в общем, максимум күшті. И 25 мың теңгені реально күніне санайтын болсақ, сіз 2 айға ше қараған болса, күніне 33 теңге бір сүт қана аласыз. Сүт шай ішуге болады деп па. Бірақ білімсіз ол ешқашан, қалай айтсам, өмірдің почти мәні жоқ та. Білмеймін енді әркімге әртүрлі. Бірақ білім деген самое главное. Сіздер ертең сол нәрсенің тамағын жейсіздер ғой. Осы сүтті миллион есе қайтарып аласыздар ғой. Да? Шынымен де ше, главное оқу керек, главное желание болу керек, и все, қалғандардың бәрі 100% болады. Да? Реально, альтернативный дәрісте қарастыратын болсақ. Енді сіздер балдар, егер орын толып қалатын болса, басқа да жаңалықтар, басқа да курстар туралы мәліметтер, в общем, барлығын қайдан аламын деп ойласаңыздар, вот бізде талқылайық English деген бізде қазір Instagram бар. Сол жақтан қарасаңыз болады, адамдар толып қалса, все. Бір адам қалды, 2 адам қалды деген сияқты орындарын айтып отыратын боламыз, қандай структура, басқа да нәрселер, тегін материалдар бар, кстати, ішінде ше, әрбір не бойынша. Комплекс, объект, subject деген сияқты материалдар тоже жинақталған ішінде. Так что соны, в общем, барлық нәрсе бар. Структурно, бәрі жүйелі, барын қарап алсаңыздар болады. И мәліметтер бойынша, орындар бойынша осы жаққа тіркелсеңіздер, міндетті түрде там не істейтін боламыз. Орын жайлы, барлық жайлы, в общем, информация бар. И тақырып, и там орын, барлығы, в общем, курстар, и так далее. Сұрақтар болса да осы жаққа жазсаңыздар болады. Надеюсь, барлығы түсінікті. Қалай ойлайсыз, Айдана, курс туралы не ойлайсыз, не ойлайсыз вообще өзіңіздің идеяңыз қалай? Кайф қой вообще еще. Жақсы оқысаң, өзіңе де пайда, еще ақша ұтып аласың. Вообще супер. Бар жағына мотивация ма? Еще апайдың өзі сабақтан шаршап кеткен кезде, былайша просто так әңгіме айту үшін де зумға кіріп мотивация беретін кездер болады. Енді шаршап келе жатқан кезде апай мақтап атқаннан кейін қалай жатасың, одан кейін вообще мотивацияң оянып кетеді. Оқисың сондықтан. Вообще супер. Өкінбейсіздер қатысаңыздар. Айдан, рахмет, үлкен рахмет. Да, Айдан, сіз сияқты, кстати, оқушым бар болғанына, онлайн болса да, қандай болса да, өшін сіз менде барсыз, әлі күн кешке қатысып келесіз, әлі алда уақытта да бірге өсетін боламыз, бірге дамитын боламыз, сіздің прям шетелге шығып кеткен кешен қасыңызда жүретін болатын сияқты, ну, примерно, ше. Айдана, давай, идем шетелге, и, типа, тапсырып бітпейінше, прям керемет мықтылығыңызды сіз алдағы уақытта сіз міндетті түрде көретін боламын. Бірге 100% сендімін. Универде де жақсы оқитыныңызға, барлық жерде сізді мақтан тұтамын. Всегда сіз топовый самый бәсекелеске төзімді, өте керемет мықты қызсыз ғой. Өзіңіз тұлға ретінде де дисциплинаңыз да мықты, барлық жағынан. Мен төменмін, мен ана жерім уровень төмен, немесе мына сөзді білмеймін ғой, мен дұрыс айта алмаймын деген жоқ. Всегда сізді тырысасыз да, и тырысатын желаниесі бар адамда ол всегда жақсы білімге қол жете алады, всегда нәтижеге ие болады, всегда прогресс көрсетеді. Сол үшін мен сізге үлкен алғысым шексіз вообще осындай студент бар болғанына, осылай бөлісіп отқаныңызға, өзіңіздің қалай бар солай, наказание бәрін қалай открыто прям барлығын айтқаныңыз үшін үлкен алғысым шексіз вообще барлық үшін. То, что вы есть, осы жақта барсыз, менімен біргесіз, вообще
то чтобы есть, да, менімен бірге болмасаңыз да, в общем, барлығына алғысым шексіз. В общем, осындай қызды тәрбиелеп отқан ата анаңызға тоже рахмет. Өте керемет, вообще прям молодецсіз, в общем. Вот, сіздер де осындай тілек болатыныңызға сенімдімін. Да. Вот, Айдана, үлкен сізге рахмет вообще. Даже рахметімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Осындай сіздер үшін мотивация болсаңыздар, наоборот, сіздер мен үшін мотивациясыздар. Алдағы уақытқа всегда алдыға ұмтыла бергім келеді, новый нәрсе алғым келеді, новый техника, новый лайфхак, новый методика, новый любой нәрсен, курс болсын, спикинг болсын, райтинг болсын, барлық алдыға ұмтылатын барлық новый нәрселерді сіздердің арқаларыңызда, сіздердің реально мотивацияларыңыз, білмеймін, қандай бір энергия сіздерден бөледі, сол энергияға барынша ұстап, сол нәрсенің барлығын алдағы уақытта да ұйымдастырып, и қазір де соның бәрі сіздердің арқаларыңызда, в общем. То, что барлығына рахмет, Айдана. Вообще кереметсіздер, супер. В общем, сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Вот. Рахмет сізге, Айдана. Тағы да барлықтарыңыз, надеюсь, керемет тәжірибе алдыңыздар, барлығын түсіне алдыңыздар, қалай дайындалу керек екендігін осыдан кейін, мне кажется, точно түсінеді деп ойлаймын. Балалар да, былай да, в общем, өте керемет, өте жақсы ақпарат болды деп үміттенемін, пайдалы болды деп үміттенемін барлығына. Тыңдағандарыңызға барыңызға рахмет, Айдана, сіздің келгеніңізге рахмет, всегда осылай бөлісіп, қолдап жүретініңізге барлығына алғысым шексіз, короче, Айдана, рахмет. Вот. Алдағы уақытта жаңа белестерден жоғарыдан көретініне 100% сенімдімін. Рахмет сіздерге, барлықтарыңызға, көргендеріңізге. Айдан тағы да айтып кететін нәрсеңіз болса айтып кетсеңіз болады. Қосып кете ма, осы нәрсенің керек ау деген сияқты. Біз, я всегда за. Давайте. Или егер жоқ болса, конечно, ну, то есть өзіңіз білесіз тоже. Сізге де үлкен рахмет, осындай ағылшын деңгейіміз көтеріп, сіздің арқаңызда. Және де 10 сыныптарға айттым, бұл курсқа жазылсаңыздар, ешқашан өкінбейсіздер. Тек қана айтатын жазылыңыздар. Қазірден бастап оқыңыздар, өкінбейсіз. Әсіресе осы курсқа жазыңыздар, мен мақтап жатқаным жоқ. Реально айтып жатырмын негізі. Өзімнің сіңілім, достарым бәріне мақтап жүремін, английский таңдастырып, осыған жазылыңдар деп. Сол. Рахмет, Айдана, үлкен рахмет сізге. Всегда қолдап осылай бөлісіп жүргеніңізге үлкен рахмет. Бүгінгі де бөліскеніңізге рахмет, прям шынайы, нереально, вообще дым дайындалмаған речь кәдімгідей. Өте керемет, өте жақсы көремін. В общем, перфект. Рахмет барлығына. Тыңдағандарыңызға да рахмет. Достарыңыз, кстати, пайдалы болса, өзіңіз ғана пайдаңызды ішіңізде ғана ойлап өтпай, сізде ашық болыңыз, достарыңызға бөлісіңіз. Осындай ақпаратпен ағылшын таңдаған достарыңызға бөлісетін болсаңыз, оларға точно пайдалы болады деп ойлаймын. Тек қана өзіңізде қалып қалмай, иә? Сол ашық болу керек. Сіз біреуге көмектесеңіз, ол да сізге екі есе қайтады, міндетті түрде. Сондықтан да өсудің бір жолы, бір-бірімізге көмектесу, бір-бірімізді өсіру арқылы басқа өзіңізді де жақсы өсіре аласыз деп ойлаймын. Вот, тыңдағандарыңызға рахмет үлкен. Сау болыңыздар. Пайдалы болды деп үміттенемін. Кстати, басқа да сұрақтарыңыз болса, астыға жазсаңыздар болады. Немесе Айдана қарсы болмаса ба, просто Инстаграм тоже астына белгілеп қоятын боламын. Егер де Айданаға личный сұрақтарыңыз болса. Вот. Рахмет барлықтарыңызға. Онда барлық астына жауап беріңіздер. Рахмет. Сау болыңыздар.